Қараңыз, бұл әлемдегі ең танымал 50 құпия сөз. Арасында сіздің пароліңізге ұқсайтыны бар ма? Егер бар болса, аккаунттарыңызды бұзу қиын емес. Бүгін біз жеке деректерді сақтау, парольдерді құрау және оларды басқару жайында сөйлесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Көптеген адамдар өздерінің не жақындарының туған күнін, ай жылын құпия сөзге пайдаланады. Ал кейбірі тек 1-ден 9-ға дейін сандарды қолданады. Бұндай комбинацияларды танымал болғандықтан, оларды бұзу өте оңай. Пароль құрастыру үшін ең маңызды дүниенің бірі сандар мен әріптердің аралас болуы. Арнайы символдар мен әріптердің арасында бас әріп болуы керек. Сондай-ақ парольдің ұзын болуы да аса маңызды. Пароль неғұрлым ұзақ әрі күрделі болса, соғұрлым сенімді болады. Бірақ әрине, ұмытпайтындай болуы керек. Сонымен қатар арнайы таңбалар, не сандармен бөлінген әрі бірнеше сөзден тұратын құпия сөз құрауға болады. Мысалға, өзіңіздің сүйікті фразаңызды, не цитатаңызды жазсаңыз болады. Сенімді пароль құраудан бөлек оны үнемі тексеріңіз және жиі ауыстырыңыз. Сондай-ақ бірнеше аккаунт үшін бірдей пароль қолданбаңыз. Көп адам пароль құрастырарда памятіне сеніп, кейін ұмытып қалған кездері болады. Сондықтан да сондай жағдай болмауы үшін KeePass, NordPass немесе Bitwarden сияқты пароль менеджерлерін пайдалансаңыз болады. Олар парольді сақтап қана қоймай, оларды автоматты түрде өзгертіп, толтырып отырады. Барынша барлық желідегі аккаунттарыңыз үшін 2-факторлы аутентификация орнатуды ұмытпаңыз. Бұл пароліңізді бұзған жағдайда екінші парольді не сіз екеніңізді нақты білу үшін сұралатын қосымша пароль. Бар болғаны осы қарапайым дүниелерді жасау арқылы сенімді пароль жасап, деректеріңізді қорғай аласыз. Есіңізде болсын, қауіпсіздік әрқашан маңызды болуы керек.